Тағы бір тоқтала кететін мәселе, күнделікті өмірде арабша қосып сөйлеу міндетті ме деген сұрақ. Кейбір өздерін діндар санайтын азаматтар үлкен кісілерді де ата, аға, көке деп шақырудың орнына ахи, брат деп, ал әйел кісілерді қарындас, әпке деп шақырудың орнына ухти, сестра деп жатады. Бұл өздерінше бөліну сияқты көрінеді. Негізінде шариғат бізден күнделікті қарым-қатынаста арабша сөйлеуді талап етпейді. Әр ұлттың өз тілі, өз дәстүрі бар. Қазақ халқының да туыстық атауларға өте бай. Нағашы, жиен, бөле, құда, әрқайсының орны ерекше. Осыларды дұрыс қолдану әдеп пен тәрбиенің белгісі. Ата-бабаларымыз да ислам дінін ұстанған, араб тілін білген. Бірақ олар ешқашан өз ұлтының дәстүрін ұмытпаған. Әр туысты өз орнына қарай сыйлап құрметтеген. Сондықтан біз де ұлттық құндылықтарымызды сақтап, күнделікті өмірде қазақша дұрыс сөйлеп, бір-бірімізге құрметпен қарауды ұмытпайық.